Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте оңай үй жағдайында дайындалатын KFC, яғни чикеннің рецептімен бөлісемін. Бұл өте хит болған рецепттердің бірі, өте оңай, ең бастысы үй жағдайында дайындалды. Енді сатып алудың қажеті жоқ. Үй жағдайында өзіңіз дайындап көрулеріңізге болады достар. Қараңыздар, өте қатпарлы, сондай керемет болып дайындалды үй жағдайында. Неге ең алдымен бастайық достар. Бізге қажетті осындай қатып тұрған тауық аяқшаларын алдым, өйткені ол қазір өз қалпына келгенде өте керемет болып қалпына келеді. Оны ыстық суға салып алып, үстіне құрғақ табаға салып алдым. Оның үстіне бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз және де сарымсақ салып алдым. Сарымсақты турасаңыз да үкіштен өткізсеңіз де болады. Оны жақсы араластырып аласыздар. Барлық жеріне араластырып тию керек. Мінекей, осылай араластырып болғаннан соң біз оның үстіне 1 стақан су құямыз, яғни 1 стақан суды 10-15 минутқа салып қоямыз тоңазытқышқа. Енді оның үстіне соевый соус салып, тағы да 1-2 сағат тоңазытқышқа саласыздар. Оны енді қазір қуырған кезде бізге сұйық салма керек болады. Біз тауық ет аяқшаларын аунатамыз осы сұйық массаға. Ол үшін бізге оның үстіне қызыл бұрыш, 2 жұмыртқа және де азырақ 100 граммдай су құйып жақсылап араластырып аласыздар. Мінекей, дәл осылай араластырған кезде 5 минуттай араластырсаңыздар, сұйық масса пайда болады бізде. Мінекей, оның үстіне тауық аяқшаларын салып қоямыз. Тауық аяқшаларын салып 5-10 минутқа тоңазытқышқа тағы да салып қоясыздар достар. Мінекей, және де бізге қазір ұнтақталған жүгері қажет, болмаса ұнтақталған бидайды жақсы қалыптасады. Мінекей, ұнтақталған бидай, енді оны қызып тұрған табаға емес, бір қызып, сәл ғана қызып тұрса бұл жеткілікті, өйткені іші піспей күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай қатты қыздырмауларыңызға кеңес беремін достар. Дәл осылай қуырып аласыздар. 8 минут, 9 минуттай қуырып алсаңыздар жеткілікті.